Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мясо подайски салатын дайындайтын боламыз. Бізге керегі сәбіз, сиыр еті, яғни оны алдын ала сойбе соуста маринадтап аламыз. Тәтті бұрыш, қияр, күнжут, соевый соус және пияз, чеснок керек болады. Бірінші біз күнжутымызды майсыз табада қуырып аламыз. Екі жағын араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қуырылған күнжут салатымызға күшті етіп дәм береді. Міне қуырылды, енді оны салып алып, табамызға зәйтүн майын құйып, маринадталған етімізді жақсылап қуырамыз. Етімізді маринадтағанда 20-30 минутқа маринадтап қойсақ жеткілікті. Етіміз жақсылап суы тартылып қуырылғаннан соң пиязын салдық. Пияздан кейін біз тәтті бұрыш, сәбіз, барлығын ұзынша етіп турап қойған болатынбыз. Кезекпе-кезек салып қуырып аламыз. Барлығы жұмсақ болып қуырылғаннан соң сарымсақты саламыз. Сарымсағымызды 1-2 минут қана қуырамыз. Көп қуырсақ оның дәмі кетіп қалуы мүмкін. Міне сарымсақтан соң біз қиярымызды саламыз. Қиярымызды алдын ала тұз сеуіп, суын шығарып қоямыз. Қиярымызды салғаннан кейін табамыздың астын өшіреміз. Осылай ыдысқа салатымызды салып, күнжутымызды сеуіп дастарханға тартамыз. Біздің бұл салатымыз өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоға лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.